Сонымен, бұған дейін айтқанымдай, цифрлық теңге есепті жеңілдетеді, төлемді жылдамдатады, делдалдарды азайтады, жүйені тиімді етеді. Бірақ шын мәнінде мемлекеттер мұндай құралды не үшін енгізеді? Бірінші себеп – ақша ағынын көру. Екінші себеп – көлеңкелі экономиканы қысқарту. Үшіншісі – бюджет қаражатының мақсатсыз жұмсалуын тежеу. Және ең соңғысы – қаржы жүйесіндегі бақылауды күшейту. Қазақстанның да көздегені сол. Бюджет қаржысын таңбалау, яғни ақша бөлінді ме, оның жолда жоғалып кетпеуін бақылау. Мемлекеттік шығындардың ашықтығы да қадағаланады. Аудиторлар ақшаның нақты қайда жеткенін көріп отырады. Мәселенің өзектілігін айқындау үшін бір ғана мысал. 2023-2024 жылы экономиканы дамытуға деп ұлттық қордан бөлінген миллиардтаған қаржы мақсатсыз жұмсалған. Тіпті аяқталып қойған жобаларға қайта ақша бөлу немесе артық қаржыландыру деректері тіркелген. Бұл технология осындай сорақылықтың алдын алады.